Менің ғаламшардағы керемет, әдемі, сексуалды отбасыма сәлем жолдаймын. Бұл сіздің қара киім киген жалғыз аспазыңыз. Өйткені сәрсенбідегі соңғы жазбамнан кейін мен қара киім киюім керек деген көптеген оң пікірлер алдым. Барлық ханымдар мені қара киіммен сексуалды көрінетінімді айтады. Менің қара киіммен сексуалды көрінетініме барлық ер адамдар қызғанады. Сондықтан мен қара киім киюді шештім. Бір ғажабы, дәл қазір менің қара киімім көп емес. Сондықтан мен қара түсті көбірек сатып ала бастаймын. Сондықтан бұл әлемдегі барлық әдемі ханымдарға арналған. Бұл сіздің сүйікті түсіңізде киінген сіздің аспазыңыз. Мен сексуалды болып көрінемін және қара түсте сексуалды сезінемін. Сондықтан болашақта гардеробымда қара түсті аздап сақтаймыз. Дәл қазір мен Шри-Ланканың Коломбо қаласындағы Синаман қонақ үйіндегі әдемі бөлмемде сәрсенбіге арналған хабарлама жазып жатырмын. Шамамен 48 сағаттан кейін мен сахнаға шығып, Энс Коломбода Дато Шри Виджай мен Жапаның 5 жауынгерінің алдында өнер көрсетемін. Билеттер сатылып кетті. Егер сіз билет алғыңыз келсе, қара базарға барыңыз. Олар қазір менің ойымша $1000 сатылуда. Мен Сати және Арун сахнаға шығамыз. Сондықтан, бұл менің анамның туған жері Шри-Ланкадағы ең таңғажайып елдегі шағын концертке ұқсайды. Мен кеше ғана Джакартадан оралдым. Онда мен Автобен ұйымының 10 жауынгерімен 15-ші жылдық мерейтойында сөйлестім. Бұл жай ғана керемет болды. Мен осы сәрсенбідегі хабарламада сіздермен не бөлісетінімді ұзақ ойландым. Шынымды айтсам, сәрсенбідегі хабарламалар сіздің өсуіңіздің, бүгінгі жүйеңіздің ажырамас бөлігіне айналды. Сондықтан, ең алдымен, мен камера алдында отыра алатын болсам, сәрсенбідегі уағыз алдағы 25-ші жылда тоқтамайтынына сендіруге рұқсат етіңіз. Иншалла, Құдай рұқсат етсе, бәрі жақсы. Жарайды. Мен Джордж Клуни сияқты қартайып, сексуалды болып бара жатқанымды елестете аламын, және әлі де сәрсенбідегі хабарламамды жазып жатырмын. Енді мен Шри-Ланкадан келген осы әдемі стюардессамен түскен суретімді көргендерге хабарласып тұрмын. Мен Фейсбуктегі чатымды көрдім. Онда кейбір қыздар Сақина қайда деп сұрады. Сақина әлі осында. Қазіргі уақытта бәрі жақсы. Сіз ешқашан нақты білмейсіз. Бұл келесі сәрсенбіде болмауы мүмкін. Бәрі жақсы. Ендеше, менің өмірімнің қай бағытта өтетінін бәріміз бірге көрейік. Осы сәрсенбіде мен 3 мәселе туралы айтқым келеді. Тобинг ұйымына жүгінетін болсам, сайып келгенде, біздің желілік маркетингтегі табысқа жету жолымыз біздің қалай ойлайтынымызға байланысты екенін түсінемін. Солай емес пе? Және біз қай елде өсеміз, қай қаладан шыққанымыз, қандай ортадан шыққанымыз, қандай мәдениеттен шыққанымыз, ата-анамыздың тәрбиесі көбіне өзімізді қалай ұстау керектігін талап етеді. Біз есейген сайын ойлана бастаймыз. Осылайша біз өз тәрбиеміздің жемісі болып табыламыз. Біз балалық шағымызды елеусіз қалдыра алмаймыз. Біз қайдан келгенімізді ескермеуге болмайды. Мен қазір Теле-Ынтан деп аталатын өте кішкентай қаладан келдім. Солай емес пе? Өте кішкентай, Малайзияның бір жерінде. Мен осы ортада өстім, осы мәдениетте өстім. Мен ең ғажайып әйелдің тәрбиесінде болдым. Анам, жаратқан ие оның жанын жарылқасын. Бәрі дұрыс. Менің ойымша, осылай қалыптасты. Менің ойлауымның жақсы жақтары бар. Ал біздің ойлауымыздың жаман жақтары бар. Енді сіз желілік маркетингте саяхатыңызды бастағанда, бұл парадигманы өзгерту туралы ғана емес. Сонымен бірге біз бұрыннан таныс кейбір парадигмаларды жою туралы. Онымен байланыстырыңыз. Мен бұл іс-шарада 3 нәрсе туралы сөйлестім. Мен оны сіздермен бөліскім келеді. Мен алдымен қалыпты жағдайдан бастадым. Жарай ма? Өйткені сіздің желіге кнетке дейінгі өміріңіз өте қалыпты болды. Бәрі жақсы. Онда ерекше ештеңе болған жоқ. Мен Индонезияда таңертең оянып, тісіңізді жуып, таңғы ас ішіп, жұмысқа баратыныңызды, үйге баратыныңызды, тамақтанатыныңызды, теледидар көретініңізді, содан кейін ұйықтап қалатыныңызды айттым. Бұл әр адамның әдеттегі жолындағы өмірі. Олардың арасында аздап толқу бар. Мысалы, кинотеатрда соңғы фильм көрсетілгенде, немесе сіз жоғарылағанда, бірақ бұл ештеңені білдірмейді. Бірақ сайып келгенде, біз қарапайым адамдармыз. Енді сіз желілік маркетингке келгенде, қарапайым адам жұмыс істемейді. Өйткені қарапайым адамдар қиындыққа тап болған кезде бас тартады. Қалыпты адамдардың мінез-құлқын олардың қоршаған ортасы мен айналасындағылар белгілейді. Бұл дегеніміз, егер сіз бүгін сіздің ұйымыңызда жоқ достарыңыздың бірін алсаңыз, ол сізге жоқ деп жауап берсе, туысқаныңызды немесе біздің
таңғажайып жүйеміздің бөлігі болып табылмайтын қайын енеңізді алсаңыз, қалыпты жағдайдың не екенін көресіз. Олар қазір қарапайым адамдар. Мен енді олармен араласа алмаймын. Олар жай ғана бөкселерін ауыртады. Олар тәулігіне 24 сағат бойы өз өмірлеріне шағымданады. Олар өз армандарынан оңай бас тартады, немесе мүлде жоқ. Олар бір жағымсыз қауесетті естиді, және бұл оларға 100% әсер етеді. Енді желілік маркетингте табысқа жету үшін бірінші ережені сақтау керек. Сіз қалыпты бола алмайсыз. Сіз өзіңіздің өміріңізден қалыпты жағдайды алып тастауыңыз керек. Өйткені сіз осы дүниенің 5%-ның бір бөлігі болғыңыз келеді. Бұл дүниенің 95%-ы қарапайым адамдар. Сіз 95%-дан 5%-ға дейін барғыңыз келеді. Бұл дүниенің одан әрі қалай дамитынын дәл осы адамдар анықтайды. Олар біз өмір сүріп жатқан планетаның экономикасын, қоғамын және болашағын басқаратын адамдар. Енді сіз жұмысқа бару және үйге қайту үшін 95%-ық нормадан бас тартуыңыз керек. Жалықтыратын, негативке бейім ақымақтар. Олар кездескен сайын бас тартады. Мұндай топ негативтілікке әсер етпейтін, қиындықтарға әсер етпейтін арманшылдар тобына ауысуға шақырады. Олар шын мәнінде проблемаға тап болған кезде ынталы болады. Кейде сіздің кейбір нарықтарыңызда проблемалар туындаған кезде қарапайым адамдар кетіп, бас тартып, үйлеріне оралып, Кумбая әнін айтады. Мен қуанамын, өйткені қиындықтар бізді одан сайын күшейтеді деп сенемін. Қиындықтар бізді жайлылық аймағымыздан тыс ойлауға, бейімделуге мәжбүр етеді. Өйткені Сатоши Виджай маған әрқашан үйреткен. Бұл бетменнің желілік маркетинг жолын болжау мүмкін болмайтыны сонша, егер сізде бейімделу және тұрақты өмірге бейімделу қабілетіңіз болмаса, парадигманың ауысуы бәрі жақсы. Сіз бұл салада аман қалмайсыз. Сондықтан мен индонезиялық жауынгерлермен сөйлескен кезде сахнада өзімнен 95%-дан 5%-ға ауысу сіз үшін нені білдіреді деп сұрадым. Ақырында сіз есінен танып қалған болуыңыз керек. Сен мұны түсінесің бе? Бәрі жақсы. Сіз жай ғана ақыл ойдың табысқа жетуіне кедергі болатын ақыл ойдың шегінен өтуіңіз керек. Мен білетін әрбір табысты адам, қоғамға немесе өмірге әсер еткен әрбір адам жай ғана ақылсыз. Олар қалыпты ойлау процесінен бас тартты. Олар қиындықтарды қабылдайды. Бәрі жақсы. Олар бір ақымақтың бұл мүмкін емес екенін айтқанын естігенде, олардың өмірдегі жалғыз мақсаты қателескендерін дәлелдеу. Олардың жасына сай өмір сүретіндігі, ұйқының қажеттілігі емес, сән салтанат екендігі. Олардың қарым-қатынасы басқаша құрылады. Бұл олардың жұбайларына, бұл менің саяхатым деп айтатынын білдіреді. Менімен бірге бол немесе үйге қайт. Түсіндің бе? Олар балаларына әке қарапайым әке емес екенін айтады. Мен супер әкемін. Сен түсінесің бе? Ал егер сіз суперменнің ұлы немесе қызы болсаңыз, оянып, кофенің иісін сезіңіз. Бір күні әкең балконнан секіріп түсіп, әлемді құтқаруға аттанады. Бәрі жақсы. Әкеңнің қайда екенін айта алмайсың ба? Әкем әлемді жақсы жаққа өзгертуде. Бәрі жақсы. Және сенің армандарыңның орындалатынына сену үшін жеткілікті ақылсыз болуың керек. Жағдайға қарсы тұру үшін және бар жағдайға мойынсұнбау үшін және айналаңдағы жағымсыз ақымақтардың ықпалына түспеу үшін жеткілікті ақылсыз болуың керек. Ал желілік маркетингте ақылсыздық қажет. Енді жынды болма. Киіміңді шеш. Көшенің ортасында жынды сияқты биле. Егер сен 3 айдың ішінде ең жоғары деңгейге жетпесең, онда сен оған лайықсың. Бірақ мен сенің ақылсыз екеніңді айтып отырмын. Бәрі мүмкін екеніне сену үшін, сенің нөлден бастағаныңа және ең жоғары деңгейге жететініңе сену үшін жеткілікті ақылсыз. Бұл максимум. Сенің тағдырың. Бүкіл әлем саған қарсы болуы мүмкін деп сенетінде ақылсыз, бірақ сен әлі де табысқа жетіп, жеңімпаз боласың. Тіпті сіздің бүкіл отбасыңыз сізді қолдамаса да, аяғыңызда нық тұруға және нет және ZV-де табысқа жету арқылы қателескендерін дәлелдеу үшін күресуге жеткілікті ақылсыз. Біздің ұйымдағы кез келген адам және кез келген адам клиенттің бір бөлігі болу керек деп сенуге жеткілікті ақылсыз. Бәрі жақсы ма? Олар жоқ десе де, желілік маркетингті жек көрсе де, біз бәрібір презентация жасаймыз. Сіз бейтаныс адаммен сөйлесіп, оған презентация көрсетуге ақылыңыз жетеді. Сізде ұшаққа мініп, ешкімді танымайтын елге ұшып, ұйым құруға ақылыңыз жетеді. Сізде бүкіл ұйымыңызды жоғалтуға ақыл ойыңыз жетеді. Чектеріңіз нөлге дейін төмендейді және сіз қайтадан тұрып, бірінші презентациядан бастайсыз, содан кейін 48 сағаттан кейін бәрі дайын болады және қайта іске қосылады. Бұл желілік маркетингте табысқа жету үшін қажет ақылсыздықтың бір түрі. Мен сенің маған қарап тұрғаныңды және мені желілік маркетингтің ең керемет маманы деп ойлайтыныңды білемін. Кем дегенде кейбіреулерің, бірақ мен ең жақсылардан сабақ алғаным үшін ғана жындымын. Датосли
Виджай және Жапа 1998 жылы желілік маркетинг компаниясын ашқан болуы мүмкін деп сенетіндей ақылсыз болды. Ол бүгінде бүкіл желілік маркетинг индустриясындағы ең табысты желілік маркетингтік компаниялардың бірі болып табылады. Бәрі жақсы. Сондықтан қазір мені жынды шақырып жатыр. Желілік маркетингте табысқа жету үшін ақылсыздық міндетті болып табылады. Мен индонезиялықтармен сөйлескен екінші нәрсе олардың басқаша ойлауы. Біз $1000 аяқ киім сатып алу туралы сөйлестік. Мен қазір көпшіліктің арасында 10 адаммен сөйлесіп жатырмын. Бәрі жақсы. Олардың көпшілігі $1000 аяқ киімнің бар екенін де білмейді. Мен кеше сахнада $1000 аяқ киім кидім. Олардың барлығы маған $1000 аяқ киімді ешқашан көрмегендей қарады. Мен олардан неге $1000 тұратын аяқ киімді ешқашан сатып алмайсың деп сұрадым. Олар оның бар екенін біз тіпті білмейміз деді. Өйткені олар шағын қалалардан, шағын ауылдардан келеді. Бәрі жақсы. Үнді ауылдары үшін көлік жаңа нәрсе. Түсіндің бе? Барлығы велосипедпен немесе мотоциклмен жүреді. Сол кезде мен сіздердің көпшілігіңізмен сияқты өскен ортада қалып қойғаныңызды түсіндім. Мен Мерседесті алғаш рет туған жерімде көрдім. Мен оны жалап алдым. Әлгі жігіт маған Мерседес сатып жатыр екен. Бәрі жақсы ма? Мен оған қарадым. Мен көлігімді жалағым келді. Өйткені мен өмірімде Мерседесті ешқашан көрген емеспін. Бәрі жақсы ма? Бірақ бүгін мен бүкіл әлем бойынша ұшамын. Ал Bugatti Veyron ең көп таралған көлік. Мен өмір салтын өзгерту қабілетіміздің, заттарды сатып алудың, сән салтанатының қоршаған ортаға байланысты өте шектеулі екенін түсінемін. Сондықтан, егер сіз жақын жерде ілулі тұрсаңыз, бәрі жақсы және сіздің қалаңыздағы ең қымбат аяқ киімнің құны $50 құраса, сізде мұндай парадигманың өзгеруі ешқашан болмайды. $1000 аяқ киім сатып алыңыз. Бірақ, егер сіз Лондонда тұрсаңыз, онда $1000 аяқ киім орташа бағадағы аяқ киім болып саналады. Әрине, сіз $1000 аяқ киім аласыз. Бұл сіздің қанша ақшаңыз бар екеніне байланысты емес. Бұл үлкен ойлауға кедергі келтіретін шыны төбені еңсеру қабілеті туралы. Бенкке келетін болсақ, мен оны Малайзиядағы Луис Vuitton дүкеніне апарып, құны $1000 тұратын аяқ киімді көрсеттім. Ол маған жынды сияқты қарады. Онда мен неге $1000 аяқ киім алуым керек? Мен өзіме, сен мұны істеуің керек дедім. Егер олай етпесең, маған бұл аяқ киімді киіп алғаның маңызды емес, жарайды. Немесе оны құрбандық үстеліне қойып, бүкіл отбасыңды осы аяқ киімге дұға етуің керек. Маған бұл аяқ киіммен не істейтінің маңызды емес. Өзіңе қоятын сұрағың, сен үлкен ойлауға қабілеттісің бе? Сенің әлі де үлкен армандау қабілетің бар ма? Әлде өзің өскен ортада, сол ауылда, сол қалада тұрып қалдың ба? Әлде айналаңыздағылардың менталитеті миллионер емес, кедей адам болғандықтан кептеліп қалдың ба? Сонда миллионер менталитетсіз миллионер бола алмайсың. Ал миллионердің менталитеті $1000 аяқ киім сатып алуды білдіреді. Солай ма? Сен қазір үйіңде жайлы болсаң да, $1,000,000 үй сатып аласың. Егер көшбасшы осы парадигманы жеңу қабілетін жоғалтса, не болады? Барлық төменгі деңгейдегі қызметкерлер аяқ киімді $10 сатып алады. Сіз мұны түсінесіз бе? Ешкімде мұндай парадигманың ауысуы болмайды. Және біздің желілік маркетинг индустриясындағы ең маңызды нәрсе сіздің көбірек армандауыңыз және көбірек армандауыңыз. Мен бүгінгі Шри-Ланканы айтып отырмын. Бәрі жақсы. Васанта осы планетадағы ер адамдар үшін ең қымбат іш киімді сатып алғысы келді. Бәрі жақсы. Және бұл жаппай қызғылт піл немесе кішкентай піл немесе кішкентай қызғылт піл деп аталады. Бұл шын мәнінде $800 тұратын іш киім. Менде бар. Мен саған мұны көрсете алмаймын. Өйткені бұл сәрсенбіде PG рейтингі бар хабарлама. Бәрі жақсы. Васантада бар. Ендеше, балалар, сендер маған бір күні қарап тұра аласыңдар ма? Мына камера арқылы маған мұқият қараңдар. Банкте $1,000,000 болса да, $800 іш киім сатып алмас едіңіз. Білесіз бе? Бұл дегеніміз, сіз әлі де осында тұрып қалдыңыз. Өскен жеріңізден, өскен жолыңыздан және айналаңыздағы адамдардан алыссыз. Сондықтан, қауымдастықтың күші миллионер менталитетін дамытудың жалғыз жолы. Өз ауылыңда тұрып, миллиондаған доллар табу сені әлі де табысқа жеткізе алмайды. Өйткені сенде әлі миллионер менталитеті жоқ. Сондықтан басқаларды көшіре алмайсың. Бұл Лондондағы төменгі компанияға тіркеле алмайтыныңды білдіреді. Бәрі жақсы. Америка құрама штаттарын аша алмайсың. Германияға бара алмайсың. Сен Дубайға барып, $1000 аяқ киімі бар жігітті жалдай алмайсың. Сіз бен оның арасындағы жалғыз айырмашылық оны сатып алуға ақшаңыздың болуы. Оның ақшасы жоқ. Бірақ бәрібір оны сатып алды. Бұл миллионердің менталитеті. Сондықтан өте қажет екінші парадигма, әсіресе мен индонезиялықтармен сөйлескенім, миллионердің менталитетіндегі парадигманың ауысуы. Менде Тобингтің негізгі көшбасшылары бар. Олар Феррари және Lamborghini көліктерін сатып алады. Олар бұл атауды тіпті айта алмайды. Оларды өз ауылында да айдай алмайды. Өйткені жолдар өте нашар. Бірақ олар бәрібір оларды сатып алады. Өйткені бұл сіздің бойыңызда парадигманың өзгеруін тудырады. Бұл өз кезегінде бағыныштыларыңызға немесе ұйымыңызға
әсер етеді. Сондықтан үлкен ойлаңыз. Сондықтан мен сізге $1000 аяқ киім алғаныңызды қалаймын. Ханымдар, бұл сіз жасай алатын ең оңай нәрсе. Джимми Чудан бастап Лау Баутинске дейін бәрі жақсы. Ханымдарға арналған $1000 аяқ киімнің көптеген үлгілері бар. Ер адамдар, бәрі жақсы. Луис, Амас, парадигманы шынымен өзгертуге болатын көптеген брендтер бар. Мен сізге айтамын, сіз сатып алған кезде, Васанта бұл іш киімді $800 сатып алған кезде, ол дүкеннен шыққан кезде, Амас дүкенінен шыққан кезде, оның санасында ең үлкен парадигманың ауысуы болды. Және бұл парадигманың өзгеруін талап етеді. Сондықтан барып, кеңірек ойлаңыз, көбірек армандаңыз. Мен индонезиялықтармен сахнада бөліскен үшінші тезисім қарым-қатынастың күші болды. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңыз қаншалықты күшті болса, соншалықты күшті екеніңізді түсінуіңіз керек. Бәрі жақсы. Және біз үшін ештеңені білдірмейтін қарым-қатынасқа көп уақыт жұмсаймыз. Сіздің әлеуметтік байланыстарыңыз, сіздің махаббат өміріңізге, қаржылық еркіндігіңізге, армандарыңызға ықпал етпейді. Сіз өз мақсатыңызға назар аударуыңыз керек. Сіздің арманыңыз қандай? Сіз мұны неге істеп жатырсыз? Және сіз үшін шынымен маңызды қарым-қатынастарды сақтаңыз. Сіздің жағыңызда болған адамдар міндетті түрде сізге ерудің қажеті жоқ. Сіздің қасыңызда болған адамдар желілік маркетингтің ең жақсы және ең қиын кезеңдерінде сізге қолдау көрсетті. Дәл осы адамдарды, осы қарым-қатынаста сіз өз уақытыңызды жұмсайсыз. Сіздің бағыныштыларыңыз бұл үшін күн сайын төлейтін адамдар. Мен ұйымға сайып келгенде, мен Даттоли Виджай немесе Жапа сияқты желі жетекшісі біздің тамаша құрылтайшыларымыз шешуші рөл атқаратынын айттым. Олардың ең үлкен күші неде? Олар қарым-қатынасқа ақша салуды біледі. Сіз қарым-қатынасқа сүйіспеншілікті, уақытты, қамқорлықты жұмсауыңыз керек. Шуақты күндерде емес, жаңбырлы күндерде олардың жанында болуыңыз керек. Солай емес пе? Және олардың жанында болу шынымен де солай. Ал егер сіз қарым-қатынасыңызды басқаратын болсаңыз, онда сіз өзіңіздің төменгі буындарыңыздың қандай екеніне, көшбасшыларыңыздың қандай екеніне, мақсаттарыңыздың, өрлеуіңіздің қандай екеніне таңғаласыз. Бұл сіздің отбасыңыз сіз үшін жасайтын нәрсе. Бұл қарым-қатынасқа ақша салғаныңыз үшін бүкіл әлем сізден бас тартқан кезде олар сізге қолдау көрсетеді. Көрдіңіз бе? Қарым-қатынас материалдық емес нәрсе. Бұл өлшеусіз байлық. Бұл ақша емес. Бұл көлік емес. Сағат емес. $800 іш киім емес. Бірақ бұл сізде осы салада болған ең құнды нәрсе. Мен бүгін сапарымда болған көптеген нәрселерді бағалаймын. Мен материалдық әл-ауқатқа қол жеткіздім. Қаржылық жағынан еркінмін. Мұның бәрі әдемі. Бірақ мен құрған қарым-қатынас сияқты әдемі емес. Бауырластық. Мен 18 жылдан бері білетін және бүгінде өз отбасымнан гөрі маған жақынырақ адамдар. Мен әрқашан Датослиге, Виджиге және Жапаға олар туралы ең жоғары бағалайтыным, олардың менің ең жақсы көмекшілерім екендігі емес. Олар менің ең жақын достарым екенін айтамын. Соңғы 18 жыл ішінде қиын қыстау кезеңде маған қолдау көрсеткені үшін маған мынаны есте сақтау керек. Айналаңыздағы қарым-қатынасқа уақыт бөліңіз. Ең қиыны сізді қолдайтын адамдарды табу. Сенен ешқашан бас тартпайтын адамдар әдемі гауһар тас сияқты. Біз сенетін нәрселер үшін сенің жаныңда күресетін адамдар. Бұл нағыз жауынгерлер. Сондықтан қарым-қатынасқа ақша салыңыз. Уақытыңыз болған сайын ақша салыңыз. Солай емес пе? Оны маңызды емес қарым-қатынасқа жұмсамаңыз. Шынымен маңызды қарым-қатынасқа уақыт бөліңіз. Солай емес пе? Және сіз максималды нәтижеге қол жеткізесіз. Сіз кнетте табысқа жетудің шыңына жетесіз және жалғыз көтерілудің қажеті жоқ. Сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызға уақыт бөлген. Осы адамдардың барлығын өзіңізбен бірге алып, оларды жаңа деңгейге көтересіз. Міне, осы 3 хабарлама. Жеткілікті ақылсыз болыңыз. Өйткені, егер сіз жеткілікті ақылсыз болмасаңыз, кнетте табысқа жете алмайсыз. Мүмкін емес нәрсенің мүмкін екеніне сену үшін жеткілікті ақылсыз болыңыз. Бәрі жақсы ма? Үлкен арманда. Және бұл парадигманы өзгертудің сіз ешқашан сатып аламын деп ойламаған нәрсені сатып алудан басқа жолы жоқ. Ата-анаңыздың сізге теріс әсер етуіне жол бермеңіз. Сіз ауылдан шыққандықтан. Бұл сіздің ауылда өлетініңізді білдірмейді. Бәрі жақсы ма? Егер қаласаң, бүкіл әлемді аралап, қайтып оралып, өз ауылыңда тұра аласың. Үшіншіден, қарым-қатынастың күші желілік маркетинг индустриясындағы ең үлкен және ең құнды актив болып табылады.
Балалар, сондықтан мен сендерді қатты жақсы көремін. Мен сізге 2 күннен кейін Шри-Ланкада тарихи оқиға болатынын айтқым келеді. Бұл туралы әлеуметтік желілерде хабардар болыңыз. Жынды бол, сәлеміңді жібер, жарай ма? Өйткені Шри-Ланка деп аталатын бұл өте кішкентай арал, әлі күнге дейін менің үйім. Бәрі жақсы ма? Сондықтан баршаңызға, барлық ханымдарға мен сіздерді жақсы көремін. Мен барлық жігіттерге жүгінемін. Мен сені жақсы көремін, бауырым.